Баклажан қосылған қыстық салат жасаймыз. Жасалу өте оңай. Алдымен помидорларымызды мясорубкадан өткізіп аламыз. Қалғандардың барлығын алдын ала турап дайындап қоямыз. Олардың барлығын описаниеда қалдырамын. Қызып тұрған кастролямызға бір кесе сұйық майымызды құйып, пияздарымызды салып, бір 10 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне сәбізімізді, болгарский, баклажан барлығын бірінен соң бірін салып, бірден одан үстіне томатымызды, яғни помидорымыз салып, қара бұршақ бұрышын дәміне қарай, лавр жапырағын, қантымызды, тұзымыздың барлығын саламыз. Қант пен тұзды дәміне қарай қосасыздар. Жақсылап араластырамыз, бетін жауып қайнатамыз. Міне қайнап шықты, енді тағы да бетін жауып, ровно 2 сағаттай қайнатуларыңыз керек. 2 сағаттан кейін ұсақтап туралған укроптарымыз бен көкшөптерімізді, одан кейін чесногымызды қосып, бетін жауып, тағы да жақсылап қайнатасыздар. Баклажан бұл жерде толық пісуі керек. Банкілеріміз бен крышкалеріміз стерильдеп аламыз. Дайын болуына 10 минут қалған кезде уксусымызды қосып жіберіп, қайнап тұрған кезде бірден құйып жауып аласыздар. Жалпы қайнатуыма 4 сағат уақыт кетті. Жауып болғаннан соң банкілерімізді төңкеріп, бетін жауып 2 күн суытамыз. Суығаннан соң салқын бөлмеде сақтаңыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.